Құдайды таппадың ба? Дүниеде ешбір нәрсе жүрегіңе тыныштық бере алмайды. Жақсы, ақжол. Баланың көптігі, малдың көптігі, мансаптың болуы, немесе басқа да тағы дүниедегі түрлі нығметтердің болуы сіздің жүрекке ешқашан тыныштық әкеп бере алмайды, егер де ол жүрек Құдайдан алыстап кеткен болатын болса. Бұл дүниеде кедей болған адам мұсылман. Ақыретте бай мұсылманнан 500 жыл алдын жәннетке бірінші келеді. Адам біз ойлаймыз, шіркін мен бай болсам, мынадай істесем, мешіт салсам, әр сенбіде осындай ас берсем, жамағаттың басын қоссам дейміз. Бірақ бізге Алланың қалауы болады. Бірақ бай болмаған болсақ, Алла бізді 500 жыл ерте жәннетке кіргізеді. Ал бұл дүниеде бай болған, миллиардер болған адам ақыретке барғанда кедей болғанында еді ғой деп ойлайды. Міне Алланың бұл әділдігі.